Баршаларыңызға сәлем достар. Сіздерге бүгін қарапайым тілде үйрететін пайдалы кеңестер бір арнасы. Бүгін сіздерге манту жайлы айтатын болам. Мантуды барлықтарыңыз білетін шығарсыздар, қай кезде салынатын, не үшін салынатынын. Сіздерге менің пайдалы кеңестерім ұнап отырған болса, лайк басуды ұмытпаңыздар достар. Ал кеттік. Манту бұл тек қана сынама. Манту мен прививканы салыстыруға келмейді. Манту бөлек, прививка бөлек. Сіздерге ең алдымен мантудың мақсатын айта кетейін. Мантудың мақсаты туберкулезді ерте анықтау үшін салынады. Туберкулез микробактериясын алғашқы рет жұқтырғандар және туберкулезге гипергериялық реакциясы бар балалар мен жасөспірімдерді анықтау. БСЖ екпесін егуге балаларды іріктеу. Яғни аурудың белгілері, симптомдары әлі байқалмай тұрғанда манту сынамасы арқылы ағзада туберкулез инфекциясы бар екенін анықтап береді. Манту құрамы не? Манту туберкулез микробактериясының антигендерін жинағы. Сіздерге түсінікті болуы үшін бұл жердегі антиген дегеніміз туберкулез таяқшасынан бөлінген ақуыз. Яғни манту пробасында ешқандай бактерия жоқ. Ол тек ақуыздар жинағы. Сол себепті ешқандай туберкулез ауруын туғызбайды. Манту салынғаннан кейін қызудың көтерілуі, жөтел, мұрыннан су ағу, тамақтың қызаруы болмайды. Манту сынамасының салынған жерін анықтау. Теріс инфильтратының және гиперемияның болмауы, немесе инемен шаншу реакциясының болуы. Ол 0-ден 1 мм. Күмәнді инфильтрат көлемі 2-4 мм болса, немесе кез келген көлемді инфильтратсыз гиперемия ғана анықталса, оң 5 мм және одан астам диаметрлі инфильтрат анықталса, гипергериялық 15 мм және одан астам диаметрлі инфильтрат немесе везикула некроздық өзгерістер болса, лимфонгоид лимфаденит анықталса. Баланың туберкулез микробактериясының жұқтырғандығы жайында манту сынамасының келесі белгілері айтады. Егер БСЖ екпесін алмаған балаларда алғашқы рет анықталған оң реакциясы көлемі 5 мм және одан үлкен папула. Тұрақты 4-5 жыл бойы сақталатын көлемі 12 мм және одан да үлкен көлемді инфильтратты түріндегі реакцияны айтамыз. Жыл ішінде туберкулинге сезімталдықтың күрт күшеюі 6 мм және одан астам. Туберкулин сынамасы оң әсері бар балаларда. Осы жерде ескеретін жағдай, туберкулез микробактериясын жұқтыру дегеніміз туберкулезбен ауырады дегенді білдірмейді. Инфицование болез. Инфицованиес ол латентная туб инфекция. Ағзада туберкулез микробактериясы бар, алайда аурудың клиникалық белгілері жоқ. Егер бұл адам химиопрофилактика алмаса, ол жағдайы кәдімгі ауруға алып келу мүмкін. Манту сынамасы оң болғанда ары қарай не істейміз? Фтизиатр дәрігеріне қаралады. Фтизиатр дәрігері консультация береді, көрсеткіштер бойынша қосымша зерттеп қарау жүргізеді және диагностикалық алгоритмді жүргізуге көрсетілімді анықтайды. Фтизиатр маманына міндетті түрде қаралатындар кімдер? Манту сынамасының нәтижесі алғашқы рет оң болып шыққандар. Манту сынамасына гипергериялық реакциясы барлар. Манту қорытындысы жыл сайын 6 мм және одан жоғары өсуі бар балаларды жібереді. Алгоритм бойынша манту оң болса диазген-тест жасалынады. Диазген-тест жасанды туберкулезді аллерген. Бұл сынама және манту сияқты білектің ішкі жағына, тері ішіне салынады. Нәтижесін 72 сағаттан соң қараймыз. Диазген-тест шынымен де бала туберкулезбен ауырып тұрма, әлде жай ғана постинфекционалды аллергия ма анықтау үшін жасалынады. Ағза
туберкулезбен ауырып тұрған соң оң ауырмай тұрған адамдарда теріс болып шығады. Диаскинетестің кемшіліктеріне тоқталсам, манту туберкулез тудыратын барлық бактерия түрлеріне реакция береді. Ал диаскинетез тек бір бактерия түріне, өкпе туберкулезіне реакция береді. Манту ауру басталмай тұрып, ағзадағы туберкулез таяқшаларын анықтай алса, ал диаскинетез ауру басталып кеткен кезде анықтай алады. Сол себепті ата-аналарға айтарым, мантудан атқа жасарда жақсылап ойлануын сұрар едім. Иә, ата-ана өз құқығын балаға манту жасағысы келсе де, келмесе де. Мантудан бас тарту болған жағдайда, ата-ана баласын фтизиатр маманына баласын міндетті түрде көрсетеді. Кейбір ата-аналар бар, рентгенге түсіре саламыз дейтін. Рентгенге түсіп анықтай саламыз дегенде болмайды. Себебі жоғарыда айтып өткендей, рентгенде диаскинетез, манту секілді туберкулезді ерте анықтай алмайды. Мантуға қарсы көрсеткіштер. Манту немесе диаскинетезге жеке төзбеушілік, тері аурулары, эпилепсия, аллергиялық аурулар, жұқпалы инфекция бойынша карантин. Кез келген екпеден соң манту 2 айдан соң жасалынады. Менің постым пайдалы болса, лайк басып, жақындарыңызбен бөлісіңіздер. Сіздермен бірге болған пайдалы кеңестер бір арнасы.